Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздерді өте керемет супер техникамен бөліскелі отырмыз. Достар, бұл техниканы кімдерге жасауға болады? Бұл техниканы қыздарға, жігіті бар қыздарға, болмаса жігіттерге, немесе күйеуімен ұрсып қалған келіншектерге қарым-қатынасты жақсарту үшін арналған техника. Осы техниканы жасағаннан кейін ара қатынасы жақсарып, бір-бірін жақсы көріп, ұрсып қалған болса жарасып, бір-бірімен сыйласып, дәлірек айтқанда, личный өміріндегі барлық проблемалар жойылады. Соның ішінде махаббат, сүйіспеншілік проблемалар болса, барлығы жойылады осы техниканы жасаса. Ол үшін бізге әдеттегідей растущая луна керек. Жаңа ай туылады, новолуние, одан кейін растущая луна басталады. Бұл өсіп келе жатырған ай. Ай туғаннан кейін ол уже растущая луна болып саналады, новолуниядан кейін. Растущая лунаның ең бірінші, екінші немесе үшінші күндері жасаған өте қолайлы. Бұл техниканы 3 күн жасайсыңыз, бірақ өте қарапайым. Оған бізге әдеттегідей краннан су аламыз, жарты кесе су аламыз да, оң қолымызға, жарты кесені су аламыз да, оң қолымызға дұғаны 7 рет оқимыз. Бүйтіп ернімізге жақындатамыз да, мына дұғаны 7 рет оқимыз. Дұғада аты деген жер болады, ол атын өзіңіздің емес, жаңағы адамның атын айтасыңыз, кіммен ұрсып қалдыңыз, кіммен жарасқыңыз келеді, немесе күйеуіңіздің атын айтасыңыз. 7 рет оқисыңыз да, ол суды ішіп қоясыңыз. Ішкеннен кейін тағы кесеге жартылай су аласыңыз. Бұл кезек уже дұғаны 1 рет оқисыңыз да, аты деген жерге жаңағы кіммен не қылғыңыз келеді, отношения құрғыңыз келеді, сол адамның атын айтасыңыз да, мына сол қолыңызға құйып, бетіңізді шайып тастайсыңыз. Одан кейін бетті сүртуге болмайды. Ол су бетіңізде өзі кеуіп қалу керек. Бұл әдісті сіз 3 күн бойы жасайсыңыз. Любой кезде жасайсыңыз. Таңертеңнен бастап түнгі 12-ге дейін. Соның ішінде әйтеуір жасасаңыз болады. Бірақ растущая лунада жасау керек екенін ұмытпаңыз, достар. Осыдан кейін қарым-қатынасыңыз жақсарып, қалай айтсам болады, жаңағы ұрсып қалған адамыңыз өзі бірінші жаза бастайды, өзі бірінші звондайды, кешірім сұрайды, немесе әйтеуір сізбен жарасатын бір белгі беріп, ара қатынасыңыз жақсарып, бәрі ойдағыдай болып, жеке өміріңіздегі барлық проблемалар жойылады. Достар, қателеріңізге жараса, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Сәттілік.